Сәлем қыздар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен осындай ромбы узорды тоқып үйренетін боламыз. Менімен бірге болыңыздар және каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Қыздар, бүгін біз міне осындай өте әдемі ромбы узордың тоқылуын үйренетін боламыз. Ешқандай қиыншылық жоқ, өте оңай. Міне мен осындай ақ жіпті алдым. Және де 4 мм крючокты қолданатын боламын. Крючок сіздің жібіңіздің қалыңдығына байланысты алатын боласыздар. Ең алдымен біз сақина жасап алатын боламыз. Міне сақинаға бірінші дайындық. Енді міне бізде бірінші, екінші, үшінші барлығы 27 сақина тоқитын боласыздар. Қыздар, міне 27 сақина тоқыдық. Енді плюс біз тағы 3 сақина тоқимыз. Міне мына жерден ұстаймыз. 1, 2, 3. Және бұл қараңыздар тікесінен бір баған, яғни бір баған болады. Стол снакидің болады. Мына астындағы бір сақинадан кейінгі сақинаға біз баған тоқитын боламыз. Орысша столбик снакидің тоқимыз. Міне сізді бір, екінші бағанда бізде мынау уже бізде кетіп жатқан үшінші баған. Үшінші баған, төртінші баған. Осылай бізде 27 баған шығады. Сонда бізде 27 сақинаға плюс 3 сақина қосамызды. Сонда ол жаңағы 3 сақина бізде бір баған болып есептеледі. Міне осындай бағандарды тоқып шығатын боламыз. Міне осылай бір жіпті ілеміз, астынан жіпті алып созып кіргізіп осылай тоқисыздар. Видеода қалай көрсетілді, тап солай тоқимыз. Сосын бағандарды санап отырғанымыз жөн, себебі бұл көп болып кетпеу керек. Және де мысалы сіздер ертең тоқыма тоқисыздар ғой, жаңағы осыны свитерлерге, жемпірлерге қолданған кезде 27, 29, 31 деген сияқты тақ қылып алғандарыңыз жөн. Міне осылай до конца тоқисыздар. Қыздар, міне мен 27 баған тоқыдым. Енді 3 сақина тоқимын жоғары қарай. 1, 2, 3. Тоқымамды айналдырамын. Міне мынаның асты болып есептеледі. Келесі бағанның үстінен баған тоқитын боламыз да. Келесі сақинаның астынан да енді қараңыздар, тап осылай тағы да 27 баған тоқып шығасыздар. Және тоққан бағандарыңызды санап отырыңыздар, қателесіп кетпеңіздер. Міне тап осылай 27 бағанды тоқып қайталайтын боламыз. Қыздар, қараңыздар, міне мен 27 баған тоқыдым, екі қатар. Енді тағы да 3 сақина тоқимды жоғары көтеріп, жібімді айналдырамын. Осылай крючокқа 2 рет жіпті аламын да. Міне қараңыздар, екінші бар ғой, соң астындағысына осылай кіргізіп, міне көріп тұрсыздар, екеуін алдым. Міне екінші бағанның астына бірінші қатардағы осылай жіпті кіргізіп, созып, екі еселенген баған тоқитын боламыз. Міне біріншісін алдым, екіншісін алдым, сосын үшіншісі. Міне енді қараңыз, бұл екінші бағанның үстінде тұрады. Тағы да жіпті 2 рет аламыз. Қараңыздар, мынаның екінші бағанның астындағы қояды уже да. Енді қараңыздар, міне 1, 2, үшіншісіне 1, 2, 3. Соң астындағы бағанға тағы да екі еселенген баған тоқимыз. Біріншісі, екіншісі, және үшіншісін аламыз. Міне қараңыздар.
сонда бізде міне екінші баған мен үшінші баған занят болады. Уже ол жерге тоқымаймыз да үшіншісіне столбик с накидом, яғни баған тоқимыз. Осылай, міне қараңыздар. Міне енді қараңыздар, тағы да екі еселенген баған тоқимыз. Осылай жіпті екі рет аламыз. Міне арасына біреуін қалдырып кетеміз де міне астындағысына екі еселенген бағанымызды тоқимыз. Міне біреу алдық, екіншісін алдық және де үшіншісі. Тағы бір орын қалдырып кетеміз да келесіне столбик с накидом, яғни баған тоқимыз. Міне қараңыздар, біздің бірінші узорымыз басталып жатыр. Енді тағы да екі осылай жіпті аламыз, бір, екі, үшіншісінің астына көріп тұрсыздар ғой, бір, екі, үштің астына осылай кіргізіп тұрып, екі еселенген бағанды тоқитын боламыз. Енді біреуін қалдырамыз да екінші бағанға столбик с накидом баған тоқимыз. Тағы да жіпті аламыз, осылай екі рет. Ортасына біреуін қалдырамыз да тағы да екі еселенген баған тоқитын боламыз. Тағы бір баған орнын қалдырып кетеміз да келесіне столбик с накидом тоқимыз. Тап осылай қайталана беретін болады. Міне қараңыздар, бізде уже екіншісі дайын. Видеода қалай көрсетілді, тап солай тоқисыздар. Бір, екі, үш, үшіншісінің астына осылай крючогымызды кіргізіп, біріншісін, екіншісін және үшіншісін тоқимыз. Бір орын қалдырамыз, сосын келесіне баған тоқитын боламыз. Және де тағы да крючогымызға осылай екі жіпті аламыз да ортасына бір баған қалдырамыз да келесі бағанның ішіне кіргізіп тұрып, тағы да екі еселенген баған тоқитын боламыз. Тап видеода қалай көрсетілді, солай тоқи бересіздер. Осылай екі жіпті аласыздар, міне астынан двойной баған тоқимыз, екі еселенген баған, бір баған қалдырамыз да келесі бағанның үстіне баған тоқитын боламыз. Және осылай жіпті екі рет аламыз да бір бағанын қалдырып, оның алдыңғы бағанына екі еселенген баған тоқитын боламыз. Енді бұл жерде қазір тағы да екі еселенген баған тоқимыз. Мына жерде азап қателесіп кеттім.
2 жіпті аламыз да асты жағынан бағаның ішіне кіргізіп тұрып, 2 еселенген бағаны тоқимыз. Алды жағы қалай басталды, соңғы жағы да тап солай бітетін болады. Енді қыздар, біздің бірінші қатарымыз дайын. Осындай әдемі болып шықты. Енді тағы да 3 сақина тоқимыз, айналдырамыз. Енді екінші баған болып саналады, екіншісіне үстіне бағандар тоқимыз. Қыздар, осы жерде бізде 27 баған шығу керек. Егер сіздерде 27 баған шықпаса, онда сіздер жаңағы ромбиктерді дұрыс тоқымаған болып есептеледі. Сіздерде 27 баған шығу керек. Менде 27 баған шықты. 3 сақина тоқимыз. Оны жоғары қарай көтереміз. Енді 2 еселенген баған тоқитын боламыз. Қараңыз, астындағы 2 еселенген бағанның ішіне кіргізіп тұрып тоқитын боламыз. Осы жер ешқандай өзгермейді. Басынан аяғына дейін тап осылай тоқитын боласыздар. Енді бір баған тастап кетеміз, келесіне баған тоқитын боламыз. 2 баған тоқимыз, сосын 2 еселенген баған тоқитын боламыз. Жіпке крючокқа 2 рет жіпті іліп аламыз. Үшіншісіне, яғни астындағы 2 еселенген бағанның ішіне, осы жерге ішіне кіргізіп тұрып, 2 еселенген бағанымызды тоқитын боламыз. Сосын бір орын қалдырамыз да, келесіне қараңыз, бір орын қалдырдым, бұл 2 еселенгеннің орны. Сосын келесіне столбикасына кейдім тоқимыз, яғни баған тоқимыз. Енді тағы да жіпті 2 рет аламыз да, келесіне бір арт жаққа қарай жүрген кезде осы жерге 2 еселенген бағанды тоқитын боламыз. Бізде осы кезде ромбик пайда болады, қараңыздар. Енді бір орын қалдырамыз да, келесіне столбикасына кейдім, яғни бір баған тоқитын боламыз. Қараңыздар, бізде уже ромбик жайлап шығып жатыр да. Қараңыздар, енді 1, 2, 3 қана, үшіншісі осының үстіне түсіп тұр да. Осы жерге столбикасына кейдім тоқимыз. Келесілері өте оңай. Осылай X болып келген ғой, солай ала бересіздер. Бір орын қалдырасыздар, келесіне столбикасына кейдім тоқисыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Екеуін аласыздар да, алды жағындағы 2 еселенген бағаның ішіне кіргізіп тұрып тоқисыздар. Тап осылай тоқып жалғастыра бересіздер. Соңына келген кезде бірге тоқитын боламыз. Қыздар, қараңыздар. Соңына келген кезде 2 баған тоқисыздар. Бас жағын қалай бастадық, аяқ жағында тап солай аяқтаймыз. 2 бағаннан кейін 2 еселенген баған тоқимыз. Астындағы бір штук тұрады, жоғары қарай қарап, именно соның үстіне тап солай тоқисыздар. Және соңғысына столбикасына кейдім тоқимыз. Бас жағы мен аяқ жағы әрқашан бірдей болып тоқылады. Осындай өте әдемі болып шықты. Енді жоғары қарай 3 сақина тоқимыз. Тап осындай қылып 27 баған тоқимыз. Сіздерде барлығы 27 баған шығу керек. Егер одан көп или одан аз шығып жатса, сіздің жаңағы ромбиктерді дұрыс тоқымаған болып саналасыздар. Менде уже болды, 27 баған тоқыдым. Енді 3 сақина тоқимда, жоғары қарай көтеріп, ромбиктерді тоқитын боламыз.
сақина тоқимыз, айналдырамыз. Енді қараңыздар, ең мына үшінші қатар тоқыдық қой, тап сондай қылып келесі қатарды тап сондай қылып тоқитын боламыз. Қараңыздар, осылай осы жағы бірдей болып келеді, екі еселенген бағанның. Бұл жерде азап қателесіп кеттім. Бұл жерде екі еселенген баған тоқитын боламыз. Осы жерден жіпті екі рет аламыз да, 1, 2, 3 қой, үштің астында мына екі еселенген баған тұрды. Двойной баған тұр. Сол жерге аламыз да, 1, 2 қой, екеуін екі баған қалдырып кетесіздер. Ол кезде көрдіңіздер, 1, 2, үшіншісіне сіздер уже столбик с накидом тоқисыздар. Үшіншісіне столбик с накидом тоқыдық. Енді қараңыздар, екеуін қалдырып кеттім мен түсінікті болу үшін. Екеуінің орнына сол себепті екі қалдырып кеттім. Сосын осылай жіпті екі рет аламыз да, астында көріп тұрсыздар, екеуін тоқыдық. Соның ішіне кіргізіп тұрып, столбик двойной баған жасаймыз, екі еселенген баған жасайтын боламыз. Келесінде уже тап осылай қайталана береді. Тек осы алды жағында кішкене өзгерістер болады. Жалпы узорда тек баған бар және екі еселенген баған. Осы екі элементтен тұрады тек қана да. Оны қай жерде қалай тоқуын білуіңіз керек және сандардан қателеспеуіңіз керек. 27 ма 27 және қалдыратын орындары соларды ұмытпай қалдыруыңыз керек. Қараңыздар, тап осылай соңына дейін тоқисыздар. Мен соңына келдім. Біз осы жерде қараңыздар, басы қалай басталды, аяғында сол аяқтауымыз керек. Мына жерде 1, 2, 3 қой, 3 астындағы баған, соның ішіне осылай екі еселенген бағанды тоқимыз. Бір орын қалдырамыз да, келесіне столбик с накидом, яғни баған тоқитын боламыз. Тағы да жіпті екі рет аламыз кіргізіп, сосын астындағы бір орыннан кейінгі осы баған келіп тұр, соның ішіне кіргіземіз. Осындай болып шықты. Сосын екі еселенген баған асты жағы осы екі шеті бірдей болып тоқылады. Ешқандай өзгерістер болмайды. Осылай тоқи бересіздер. Қыздар, бізде узор осындай өте әдемі болып шықты. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бізде 3 ряд өте әдемі. Жалпы менің каналымда осы узормен тоқылған жакеттің видеосы бар. Көрсеңіздер болады, қандай болып шығатыны. Мен басқаша жіппен тоқыдым. Енді қараңыздар, мен сіздерге соңғы 4-ші рядты көрсетейін деп жатырмын. Сіздерге түсінікті, соңына дейін түсінікті болу үшін де. Жалпы ешқандай өзгеріс жоқ, сонда да бір көрсетейін деп. Қараңыздар, енді 27 баған тоқылды. Осылай екі еселенген қылып жіпті аламыз. Бірінші жері ешқандай өзгеріссіз тап осылай тоқылады. Сосын астына жерді тоқыдық қой, екі баған тоқыдық қой қатарынан. Сол екі бағанды тоқитын боламыз. Бір оны қалдырып кетеміз де, келесіне бірінші баған, бірінші бағанды тоқыдық, екінші бағанды тоқыдық. Мана осылай тоқыдық, білесіздер ме? Соны қайталайсыздар. Келесі уже қатарға келген кезде басқаша қылып тоқисыздар. Видеода көрсетілді ғой. Сол екі қатар бір-бірімен алмасып солай тоқылады. Тап видеода көрсетілгендей тоқи бересіздер.
Міне енді қараңыздар, соңғы жағында 2 баған тоқисыздар. 2 баған тоқылды. Қараңыздар, бас жағымыз міне осылай басталды ғой, аяқ жағы да тап осылай бітетін болады. Міне осындай 2 еселенген баған тоқисыздар. Сосын астына міне заттың сақинаның ішіне бағанды тоқисыздар. Міне сабағымыз осымен аяқталды. Осындай өте әдемі узор шықты. Жалпы осы узорды үйреніп алсаңыздар, алдағы уақытта осы узормен жемпір, жакеттер тоқитын боламыз. Қыздар, сіздерге менің сабағым ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, подписаться етуді ұмытпаңыздар.